Баршаңызға сәлем. Бұл видеода барлық заливной пирогтардың және де восточный пирогтың основасын дайындайтын боламыз. Бұл бізде универсальный песочный тесто. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызды алып, үстіне қантымызды салып, венчигімен жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін араластырғаннан кейін жұмыртқамыз саламыз және де қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен екі пирогтың тестасын дайындап жатырмын. Сіздерге астына бір пирогтың тестасын жазып өтемін. Одан кейін үстіне ұнымыз бен бір шай қасық разрыхлитель қосамыз да қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай нәзік қолға жабыспайтын қамыр шығады. Бұл қамырдан қалаған пирогтарыңызды жасасаңыздар болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің рецептім ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.